Жоқ, ойландым, үйленем Шахнозаға. Басың ба сен, Шахноза ол метиска ғой. Ол біздің салт дәстүр ештеңе білмейді, ертең алатын алып ал, басың бәлеге қалмасын, керек емес. Дұрыс айтасың. Кімші? Маринашы? Марина? Қума, жынды ма? Маринаны білесің бе, оның аппетит деген масқара ғой. Сен оны асырай алмайсың. Ол деген түйшін, мейкаптың өзі бір айлығында алып қояды. Оны айтқан нәрсесін алып беру керексің, киіндіру керексің, қыдырту керексің, тамақ дейді. Ой, бір күні сененше бүкіл ақшаңды сорады. Сосын тағы да ақша тап деп миыңды сорады. Сосын түбінде майыңды сорып, мынандай түріңнен нәнде болып қаласың сен. Аз тоз дымың қалмай. Өкініп қаласың, брат. Дұрыс айтасың, брат. Ойлан, так что, я. Болды, смело ғой, брат. Рахмет. Марина, қош екеуміз үйленетін болдық. Абай, Энди, прикинь, менде бір қабырға жетіспейтін сияқты. Жоқ, қаяқтың сындырғаны, соны түсінбей тұрсың ба сен де? Әйел деген еркектің қабырғасынан жаратылған. Ал сен менің бір қабырғамсың, сол үшін маған бір қабырға жетіспейтін ба? Маған 4 қабырғама жетіспейтін сияқты, прикинь.